2017 байқауының финалы жақындап қалды. Енді небәрі 3 күннен соң Алматы қаласының ең сұлу аруы анықталатын болады. Болашақ архитектор. Және де өзімді қысқаша түсіндіріп кетсем, мен билеймін, сурет саламын, және де қазақтың ұлттық аспабы домбырада ойнаймын. Ал байқауға қатысатын 10 үміткердің дайындықтары мен ұйымдастырушылардың жұмысы туралы бүгін арнайы баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Біз сұлулық байқауының маңызын жақсы түсінеміз. Әсіресе Алматы аруы байқауы бұл қызмет ететін, еңбекті ақтайтын жоба. Қатысушы қыздарымыз да бір-біріне жақын болып қалды. Байқаудан кейін де түрлі жобаларда бірге болады деген сенімдеміз. Ал Алматы аруы байқауының нәтижесін 11 қыркүйекте дәл осы залда бәріміз бірге анықтайтын боламыз. Алматы аруы 2017 байқауының финалистері бұл жарысқа 3 айдан бері қызу дайындықта. Әрдайым бірге дайындалатын қыздар бәсекелес емес, дос болып кеткендерін айтады. Дегенмен байқаудың аты байқау екенін естеріңізге саламыз. Знаете, я испытываю немного. Білесіздер ме, мен аздап қобалжуды сезінемін. Біз 3 ай бойы дайындалдық. Бұл жай қарайтын нәрсе емес. Мен білемін, әрбір қатысушы бұл титулға лайық. Біз бір-бірімізге бәсекелес деп санамаймын. Біз бір-бірімізге қолдау көрсетіп, керек жерінде көмектесіп те тұрамыз. Ал өзімді бұл байқауға 60% дайынмын деп есептеймін. Қыздардың бәрі бұл титулға лайық. В одно время мы хотим, чтобы побыстрее закончился. Бір шетінен біз мұның бәрі тезірек аяқталғанын қалап кетеміз, дайындықтан, қарбаластықтан шаршағанда. Ал екінші шетіне мұның бәрі ерекше, ешқашан аяқталмаса екен дейміз. Өйткені біз 3 айдың ішінде дос болып, бауыр болып, бір үйдің балаларындай болып кеттік. Конкурстан кейін дәл бұлай күнде кездесе алмайтынымызды ойласақ қимаймыз. Осындай екі ұшты сезімдеміз. Айта кетейік, Алматы аруы атанған жеңімпаз ару 2018 жылдың басында Филиппин елінде өтетін әлем аруы байқауына жолдама алады. Сондай-ақ Алматы аруы 2017 байқауының жалпы сыйлық қоры 10 миллион теңгені құрап отыр. Музон арнасы үміткер аруларға сәттілік тілейді. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.